Қазақстан Республикасы Конституциясының 20 жылдығы қарсаңында қаламызда жарнама агенттігінің қатары толды. Фабрика реклама атты жаңа кеңсе сыртқы жарнама, полиграфиялық қызмет түрлерін, багеттен жасалған өнімдерді және кішігірім архитектуралық құрылымдарды жасаумен айналысады. Кеңсенің салтанатты ашылу рәсіміне қала әкімі Марат Тасмағамбетов қатысып, жасалып жатқан жұмыстарға өз бағасын берді. Бұл фабрика реклама атты жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің қаламызда екінші кеңсесі. Бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы негізінде салынған. Атқарушы директор Айнұр Қасенованың сөзінше, жоба құны 33 миллион 120 мың теңгені құрап отыр. Екінші кеңсенің ашылуымен жаңа 5 жұмыс орны да пайда болды. Қызметкерлерге төленетін жалақы 90 мың теңгеге жуық. У нас появилось 5 рабочих мест. Вот самое главное, да, вот получая в рамках инструмента дорожной карты бизнеса, это же государственные деньги, соответственно, и количество людей должно добавляться. Просто это не должно быть просто получение кредита. Понятно о том, что вы осваиваете новое производство, покупаете высокотехнологическое оборудование, но самое главное – занятость людей. Своим клиентам мы предлагаем простое одноразовое сотрудничество. Біз түрлі қызмет түрлерін ұсынамыз, макеттер, сыртқы жарнама жасаймыз. Сондай-ақ жүгіртпе жолдарын дайындаймыз. Сондай-ақ сувенирлер және тағы басқа заттарды сатып алу мүмкіндігі бар. Сонымен қатар серіктестік құрамында Мебельвам атты еншілес кәсіпорын бар. Бұл кәсіпорын үй мен кеңсеге арналған жиһаз дайындайды. Жалпы фабрика реклама жауапкершілігі шектеулі серіктестігі қаламызда 2005 жылдан бері жұмыс істеп келеді.